Қайырлы күн тыңдармандарым. Сан қилы тағдырларды тыңдағыларыңыз келсе, арнама тіркеле отырыңыздар. Авторы Істілеуова Айдана. Қартайғанда көрген қорлық. Жасым 50-ден асқан апаң боламын. Менде ішіндегі оқиғамды айтып ақтарғым келеді. Әкем туралы бізден ешкімнен кем қылмай өсірген даңына әкемнің қартайғанда көрген қорлығы жаныма батып жүр. Әкемді ойласам жүрегім қан жылайды. Бала болды. Әке-шешем біздерге бақытты балалық шақ сыйлады. Ешкімнен кем қылмай өсірген әке-шешеме өмір бойы бас иіп алғыс айтамын. Анам марқұм. Інімнен соң бала тумады. Үйде менен кейін інім болды. Екеуміз арамыз 10 жас. Әкем қара жұмыс жасады. Десе де мені оқытты. Менің қызым ұстаз болады деп жиі айтатын. Ол мамандықта оқып жұмыс жасадым. Ауыл болғасын, жас қызға елдің бәрі құда түскіш. Күнеге біреуі қолымды сұрап келіп жүрді. Солай ешқайсысын таңдамай жүргенде өзімнен 3 жас үлкен ауылдың жігіті алып қашты. Мектеп кезінде сырттай өзім ұнатушы едім. Әрден қалғым келмеген. Бірақ өзіме ұнайтын болған соң қаламын деп шештім. Әйтпесем, әкем қуғыншылар қызым өз еркімен бармаса ол үйден алып кетіңдер деп ескертіпті. Әкемді білем, мен үшін бәріне даяр жан. Тойым ойдағыдай дүркіреп өтті. Ауылда тұрғысын, шет жағасын білем. Ата-енем өте жақсы адамдар болды. Тек күйеуімнің мінезі нашар екен. Бастапқыда бәрі күшті болған. Үйреніскен соң күйеуімнің мінезі шыға бастады. Менің айлығымды ұстайтын болды. Үндемедім. Ол кезде жүкті едім. Ата-енем үшін өзімді ибалы салмақты ұстауға тырысып жүрдім. Әйтпесе күйеуімнің шаңын қағып алатында менде де мінез баршылық. Тек үлкендерді сыйлап, үйдің берекесін қашырмайын деп өзімді сабырлы ұстадым. Үйдегі ақшаның бәрін күйеуім ұстап, барлығын есептеп, азық-түлікке дейін сол алатын еді. Соны әр айға жеткізу менің міндетім. Қу тіршілікпен уақытта өтіп жатты. Мен 5 балалы болдым. Інім де үйленіп, ол да көп балалы отбасы болды. Қаланың сәнқой қызын алып қор болды. Бала туу мен қаңғыру жүргенді ата-ененің алдына орамалсыз шалбармен жүре беретін тексіз келін болды. Барып түгін қалдырмай ұрсайын десем, әке-шешем, ойбай, үндеме, өзі біледі, осы үйге жүрсе болғаны, сенің семьяң бөлек, үйге келсең ештеңе көрмегендей бол деп талай мәрте аузымды аштырмады. Менде де ата-ене бар, бірақ олай ерсі киінбеймін, орамалсыз жүрмедім. Сондағы үлкендерді сыйлаған түрім ғой. Күйеуімді қойшы. Қабақпен атып үнін өшіре салам. Бірақ күйеуім сөйлемейді екен деп білгенімді істемедім. Бәріне інім кінәлі. Өз ата-анасын әйелінің алдына жығып берген. Өз ата-анасын сыйламағасын келін қайдан сыйласын? Сол інімді бетінен қақпай өсірген әкем әлі күнге дейін өкінеді. Жұмыста жүргенде телефоным безілдеп қоя берді. Келінім екен. Алло әпке, мамаша құлап скорыймен қалаға кетті. Қасына барасың ба? Мен үйден шыға алмаймын деп звондады. Анамның құлағанын естіп, аяқ қолым жан кетті. Өзімді әзер қолға алып, такси тауып, қаладағы анам жатқан ауруханаға тартып кеттім. Алладан амандығын сұрап жылап келемін. Анамның давлениеден құлапты. Сол құлағаннан 3 күн комада жатып, арғы дүниеге бізді тастап кете барды. Бәрінен де әкеме қиын болды. Өмірдегі тірегі қанша жыл отасқан жарының бір сәттен жанынан кетті. Анамдық ақтық сапарға шығарып салдық. Қайғы адамды тоздырады деген рас екен. Әкемнің асып кеткенін көріп жылап алдым. Кемпірі кеткен соң, кірлеген киімін киген, шайды өзі қойып ішіп жүргенін көргенде бөлмеде ұйықтап жатқан келіннің шашынан сүйреп ұра жөнелдім. Ашуланып кеттім. Анам екен осы үйдің боғын тазартып отқан.
Мына боқсалақ келін өз ішкен асын балаларына да қарамай боғы ботқа болып жатыр. Әкемнің жағдайын білейін деп жұмыстан шыққан бойда үйге соғып едім. Келіннің жұмысын әкем істеп жүр. Немелері үстінің кіреді. Адам айтуға ұялады. Келіннің бөлмесінде кірдім. Үйінің боғы ағып жатқан келінім күн батса да ұйқыны соғып жатыр. Ашуланып, ұйықтап жатқан жерінен шашынан сүйреп ояттым. Ашуын қысқаны соншалық бір қолымен сабалап ұрдым. Сен сорлы, неге әкемді тірлікке салдың? Үйіңнің боғаны-ау, қаңғығаннан басқа қасиетің жоқ деп айғайлап жатырмын. Сөйтсем бұл сорлы қыдырып келіп жатқан бой екен. Ішіп алған. Есінен енді жия бастағандай, арақтың иісі мүңкіп тұр, тілін шайнап. Менде не шатағың бар? Кет үйімнен, әкемді қоса кет. Сенің әкең керек еді маған деп қарап тұр. О сорлы, кетсең сен кет. Сен сияқты қатын адам болмайды деп сүйрелеп бөлмесінен шығарып далаға қудым. Әкем шырпыр болып ортаға түсіп жатыр. Қой деймін қызым, ет болады, тиіспе, үйіңе қайтшы деп мені қуды. Балаларды бізді ұрсатын жылап, шулап кетті. Әкемнің жылаған сөзі үшін ғана тоқтаттым. Бұл уақытта інім сыртта жұмыста, ауылға келгеніме аузы қорғамай ішеді. Бұл үшін қатын алқаш күйеуімен жарысып, әкемнің пенсиясы мен балаларының ақшасын алған сайын ішіп тышып жүреді. Тек өзін ғана ойдайтын тас жүрек. Балаларын аяп, өз балаларымнан кейінде киілмеген новый киімдерін әкеп берем. Үлкені ғой, 6-шы сыныпта оқиды. Анам барда жарқырап жүретін немересі енді міне, ол да әбіршіп кеткен. Шешесі дұрыс қарамайтыны көрініп тұрды. Сол қызды ешкім түртпетпесін деп дүкеннен қарызға киімдер алып беріп жүрдім. Күйеуім оны бірде айтсам, бірде айтпаймын. Күйеуімде әр нәрсені есептеп қалған бәле ғой. Ертеңіне інім звондап, қатыныма неге тиісесің? Менің отбасымда шаруаң болмасын. Әкеңді бақыш болсаң алып кет үйіңе деп айғай салды. Кет, өңкей, мисыз, еркек емес, ессіз. Еркек болсаң өзің сияқты алқаш болған қатыныңды түзе. Маған ақыл айтатын сен емес деп телефонның тұтқасын қойып жұмысқа шыққалы жатсам, келінім көгеріп, бетінен зәрі шығып үйге келіп жатыр екен. Мені көріп, сен қатыннан кешегі кегімді алуға келдім. Кеше мас болып ештеңе істей алмадым деп менімен жұлысқысы келіп тұр. Кет, басымды қатырмай. Әкемнің құжаттарын, киімдері мен пенсия түсетін картасын дайындап қой. Кешке алып кетем деп ашуланып айттым. Қорқып кетті. Менен емес, пенсиядан айырылып қалатыннан. Папа бармайды сенің үйіңе, деді де кері бұрылып үйіне қарай тайды. Кешке әкемді алып кетуге бардым. Келінім 200 екен. Ештеңе болмағандай үй жинап, тамақ істеп, әкемді отырғызып қойыпты. Әкеме енді менімен бірге тұр. Мен де сенің баламын. Киімдерін қайда жинай берейін деп едім. Әкем ешқайда бармайтынын айтып қарсы болды. Мен алғашқыда бөлек тұрмын. Енем қолында кіші келін бар. Өз күшімізбен үй салып кіріп алдық. Әкем намысшыл адам ғой. Үйге қонақ шақырғанда бас сұқпаса бұлай келіп қонған емес. Арада жылдар өтті. Келіннің баяғы салақтығы мен қаңғуын доғармады. Атасының ол үйден кетпейтінін әлдеқашан біліп алған. Үйі боқ қораға айналғаны қашан. Әкем үшін амалсыз барам. Әркімнің киімдерін әр апта сайын өзім жуып берем. Әйтпесе әкемде кір болған, жидесімен көшеде жүре беретін болыпты. Санасыз әйел, қанша рет айтсам да ешқандай нәрсе қонбады. Онысын да көрдік. Әкем қазір 80 жасқа келді. Немерелері алдында үйліліп, шөбере сүйіп отыр. Жас келген сайын ара-тұра бұтына жіберіп қояды екен. Намысшыл әкем ешкімге айтпай іш киімдерін тастап отырады. Мен барған сайын іш киім әперуін айтады. Жақпайтын тамақ жеп ішім ауырыпты деп әңгімесін шет жағасын айтады.
Содан түсініп, онысын одан памперсін алып жеріп, қалай кию керек екенін түсіндіріп жібердім. Жас бала сияқты қуанып қалды. Әкем өз аяғымен жүріп жүргенде қуанамын. Десем де, бір күні әкем бұтына жіберіп қойған үшін үйден қуыпты. Сасымай кет, қызыңның үйіне кет, есікті іліп алыпты. Көз ай еді. Мектептен келсем, әкем көздері жәудіреп, үйде отыр екен. Күйеуімнің шалбарын киіп алған. Әкем арық, бойы да алас адам. Күйеуімнің бойы ұзын. Ұзын шалбардың етігін қайырып киген. Бұны көріп бір жылап алдым. Қартайғанда тыныш өмір сүру әкеме бұйырмапты. Шешінбестен келініме барып, екеуміз төбелестік. Аямай тұрып, сазайын бердім ол қатынның. Әкемнің киімдерін, құжаттарын бірін қалдырмай үйіме әкеттім. Інім келсе, одан да ұрып өлтіргім келді. Ол албаста ауылға болғаны мен ішіп кеткен. Ішкен адамға не айтсаң да ұқпайды ғой. Әкемнің пенсиясын өзім алып, түскен ақшасын киімдер алып, жарқыратып киіндірдім. Өз үйімде тұрғасын сәлде болса, ет жинағандай, өз үйіне тамақтады да жарытып ішпейді ғой. Әкем үшін қолдың сүтімен күніге шайын берем. Байғұс әкем терлеп тершіп бір марқайып қалады. Бір ай тұрды. Күйеуім нағыз сорлы екенін бір айдан соң білдірді. Әкемнің пенсиясын алған соң сумаңдап, әкеңнің пенсиясын алдың ғой, жатсын маған бер. Үйдегі тегін тұра береме деп қарап тұр. Ей, сенің есің дұрыс па? Тұрса өз әкем, пенсиясын әкемнің өзіне жұмсаймын. Сенің не шатағың бар? Ақшадан таршылық көріп жатсың ба деп ұрыстым. Сонда ол сорлы. Енді сенің әкеңді бағуым қалып еді, қанша ақша кетіп жатыр, күнде сүтпен шай ішіп, тегін жатыр үйде. Болмаса кетсін өз үйіне деп әлі бұрқылдап сөйлеп жатыр. Бар ашуымды шығарып, аузыңды жап. Бақсам өз әкем, кеткің келсе, бұл үйден өзің кет. Ертең картамда ауыстырып тастаймын. Енді саған айлығымды да ұстатпаймын деп ұрыстым. Негізі үй менің атымда еді. Бір жағдай болып құжаттың менің атыма өтіп қалған. Сол үшінде күйеуім ашуланып айтқаны түрім ғой. Әйтпесе, мына жасқа келіп ажырасу ойымда жоқ. Күйеуімнің сондай есептеп қалғаны болмаса, бұлай еш уақытта әйел ұрып, қол көтеріп көрген емес. Білмеймін, қартайып келеді. Бұл әдетін қоя алмады. Енді әкемнің пенсиясын пайдалану ұят қой. Онсыз да жарымес келін пайдаланып келді. Ал бізде ақша, тамақ жетеді, Аллаға шүкір. Тапқан табысымыз әр айға жетіп отыр. Сонда күйеуіме не жетпейді екен деп ашуланам. Әкемнің 60 мың пенсиясының бәріне қымбат киім алып көрдім. Көптен бері армандап жүрген жылы мәссін киіп бір қуанып қалды. Әкемнің пенсиясын ала алмаған күйеуім сол күні тырысып, бүрісіп шай тамаққа келмей жүрді. Әкем байғұс бір түрлі болып қалды. Күйеуімде ұят жоқ қой. Жақтырмағанын білдіріп, есікті тарс жауып, әкеме тамаққа шақырып жатсам келмей, теледидар дауысын қатты ашып, маған ерегесіп жүрді. Ол аздай, әкем естісін деп, әкең қашан қайтады үйіне, сенен басқа бағатын ұлы бар деп ашуланып сөйлейтін болды. Байғұс әкем бәрін естіп, жұмыстан келсем төсек орнын жинап, киімдерін алып өз үйіне кеткен. Ашуланып күйеуіме бас салып айғайладым. Неге әкемді үйден қудың? Сенде өзі жүрек бар ма? Құдай бар болса, сенде қу тізеңді құшақтап, әкемнің күйін сенде кеш деп айғайлап үйден шығып кеттім. Үйге барсам, әкем өз бөлмесінде кіргенін көрпені жамылып жатыр екен. Жанары суланған. Іштей бұл өмірден ерте кеткісі келіп жатқаны көрініп ақ тұр. Әкешім-ау, неге кетіп қалдың деп құшақтап, бетінен сүйіп жатырмын. Әй қалқам, келдің бе? Қызым, сені жақсы көрем. Ата-ана алдындағы борышыңды өтеймін деп жүріп жүрсің. Бақытты бол қызым. Әттең, ініңе сана бермеді. Кезінде еркелетіп, есірген өз күнәм. Алла маған осылай өмір сүруді жазыпты. Сол тағдырға көнем. Мен үшін күйеу баламен ұрыспа, тату бол қалқам. Енді үйіңе қайта ғой. Деп көз жасын көрсеткісі келмей теріс қарап жатты.
Салақ келінім қайда кеткені белгісіз қаңғудан үй көрмейді. Балаларын алты оқитын қызды тастап кете береді. Әбден соған дағдыланған ол албасты. Інім болса үсті арақ сасып, қуыс бөлмеде думаланып, ұйқыны соғып жатыр. Еш уайымы жоқ, сорлы ғой. Арағын ішкен емес. Айналадағы бірі ғана әкемді баға алмадым деп жаным ауырып кетеді. Ел сондай Асқар тауда әкеге зар болып жүргенде, мына біздер әкеміздің қадіріне жете алмай жүрміз. Әкем сол күйі үйге келмеді. Өз үйінде бірде аш, бірде тоқ. Күнде әкеме бара да алмаймын. Ара-тұра соғып, анау мынаны апарып берем. Бәрібір әкемнің күннен күнге солып барады. Оған қарап, мен уайымдап жүрмін. Жақында ғана 50-дің бірінде толдым. Ол қыздарым тойлап берді. Қуанайын десем, әкемді ойлап қуана алмадым. Соңғы кезде мынандай ой келіп жүр. Қалада жұмыс көп. Сол жақтан пәтер алып, әкемді алып сол жақта өмір сүрсем қалай болар екен? Балаларымның алды үйлі болған. Одан кейінгілері студент. Студент баламды сылтау етіп, пәтер жылдап, әкемді алдап апарып, сол жақта бақсам деп армандап қоям. Ең болмаса соңғы күндерін бақытты, тамағы тоқ болып өтсе екен дейм. Күйеуімді қойшы, сопа басы сопайып үйде отырсын. Осы оймен әлі жүрмін. Кеңес жазсаңыздаршы, не істеймін?